Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз геометрия сабағынан жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі бөлімінің жазықтықтағы координаталар әдісі тақырыбымен танысамыз. Оқу мақсаты: жазықтықта координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығын есептеу, кесінді ортасының координаталарын табу. Сабақтың мақсаты: жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары арқылы есептейміз. Кесінді ортасының координаталарын анықтаймыз. Жазықтықтағы координаталар әдісінің екі жағдайын қарастырамыз. Бірінші, кесіндінің ортасын табу формуласы және координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы. Өздерің көріп тұрғандай, екі нүктенің ортасын табу формуласы бұл x1 қосылған x2 бөлінген 2, y1 қосылған y2 бөлінген 2 формуласы арқылы анықталады. Ал екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы, мәселен, AB кесіндісін алатын болсақ, A нүктесінің координатасы бұл x1, y1 болады, ал B нүктесінің координатасы x2, y2 болады. Сонда AB кесіндісінің арақашықтығын табу үшін түбір астында x2 азайтылған x1-дің квадраты, y2 азайтылған y1-дің квадратын қосып түбірден шығарамыз. Мысалы, алдарыңызда A және B нүктелері берілген. A нүктесінің координатасы 6-8, ал B нүктесінің координатасы -2-2. Осы нүктелерді қосатын кесіндінің ортасының абсциссасы мен ординатасын табу керекпіз. Жауабы: абсциссасы 2, ординатасы 5-ке тең. Бұл қалай шыққаны? Бұл абсцисса мен ординатаны табу үшін біз кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Яғни, A нүктесінің координатасы 6-8 бұл x1, y1 болады, ал B нүктесінің координаталары -2-2 болады. Формулаға апарып мәндерін қоятын болсақ, 6-ны қосамыз -2-ге бөлеміз 2-ге, 8-ді қосамыз 2-ге бөлеміз 2-ге. Сонда мәні 2-5 шығады. Өздерің білетіндей, координата нүктелерінің бірінші саны бұл абсциссаны береді, ал екіншісі бұл ординатаны береді. Келесі мысалға назар аударсақ, A және B нүктелері берілген. Осы AB кесіндісінің ұзындығын табу керек. Жауабы 5-ке тең. AB кесіндісінің ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Слайдта оң жағында формула берілген. Сол формулаға апарып мәндерін қоямыз. Сонда AB тең түбір астында бірден азайтамыз -2-ның квадратын, -2-ден азайтамыз 2-ның квадратын және мәндерін қосамыз. Сонда 3-дің квадраты қосылған -4-дің квадраты шығады. 3-дің квадраты бұл 9, -4-дің квадраты 16. 9 бен 16-ны қосқанда түбір астында 25. Ал 25-дің түбірі 5 екенін білесіңдер. Сонда жауабы AB кесіндісінің ұзындығы 5-ке тең. Енді есептер шығарайық. Алдарыңда A және B нүктелерін қосатын кесіндінің ортасының координатасын және AB кесіндісінің арақашықтығын табу керекпіз. Координаталық жазықтықта өздерің көріп тұрғандай AB кесіндісінің сұлбасы көрсетілген. A нүктесінің координатасы -1-2, ал B нүктесінің координатасы 3-8. Осы кесіндінің ортасын С нүктесі деп белгілейміз. Өздеріңнің алдында тұрғандай дескрипторлар бойынша шешімін орындаймыз. Кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Жазықтықтағы екі нүктенің ортасын есептейміз. AB кесіндісі ортасының координаталарын табамыз. Екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз және жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын есептейміз. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай формулаға апарып мәндерін қоямыз. Сонда -1-ді қосамыз 3-ке бөлеміз 2-ге, 2-ні қосып 8-ге 2-ге бөлеміз. Сонда мәні С нүктесінің координаталары 1-5 шығады. Енді AB кесіндісінің арақашықтығын табайық. AB тең
түбір астында 3-тен азайтамыз минус 1-дің квадратын, қосамыз 8-ді қосамыз 2-ге, оны квадраттаймыз. Сонда 4-тің квадраты қосылған 6-ның квадраты шығады. 4-тің квадраты бұл 16, ал 6-ның квадраты ол 36. 16 мен 36-ны қосқанда түбір астында 52. Түбір астында 52-ні екі санның көбейтісі түрінде алуға болады. 4 көбейтілген 13. 4-тің түбірі 2, түбір астында 13. Сонда АБ кесіндісінің арақашықтығы 2 түбір астында 13-ке тең. Келесі сендерге шығармашылық тапсырма. Координаттық жазықтықта үшбұрыш сұлбасы берілген. Бұл үшбұрыштың периметрін анықтау керекпіз. Балалар, сендер білесіңдер, периметрді анықтау үшін бізге үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары керек. Ол үшін А, Б, С нүктелерінің координаталарын біз табу керекпіз. Дескрипторлар бойынша нүктелердің координаталарын табамыз. Жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын есептейміз. Үшбұрыш периметрінің формуласын қолданамыз және үшбұрыштың периметрін табамыз. Ол үшін бірінші АБ үшбұрышының қабырғасын табайық. Яғни бұл арақашықтықты табу формуласын қолданамыз. Одан кейін БЦ-ні және АЦ қабырғаларының ұзындықтарын табамыз. АБ тең түбір астында 0 азайтылған минус 2-нің квадраты, қосылған 3 азайтылған 5-нің квадраты, осы екі мәндерін қосамыз. Сонда 2-нің квадраты қосылған минус 2-нің квадраты тең 4 қосылған 4. Бұл түбір астында 8-ге тең. Түбір астында 8-ді екі санның көбейтісі түрінде алуға болады. 2 түбір астында 2-ге тең. Енді келесі БЦ қабырғасының ұзындығын табу керекпіз. Ол үшін тағы да екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда минус 3-тен азайтамыз 0-дің квадраты, қосылған минус 2-ден азайтамыз 3-дің квадраты. Сонда минус 3-дің квадраты бұл 9-ға тең, минус 5-дің квадраты 25-ке тең. 9 бен 25-ті қосқанда түбір астында 34. Келесі АЦ қабырғасының ұзындығын табамыз. Минус 3-тен азайтамыз минус 2-нің квадраты, қосылған минус 2-ден азайтамыз 5-нің квадраты, тең минус 1-дің квадраты, қосылған минус 7-нің квадраты. Минус 1-дің квадраты яғни ол 1-ге тең, ал минус 7-нің квадраты 49-ға тең. Сонда жауабы түбір астында 50. Түбір астында 50-ді екі санның көбейтісі түрінде алуға болады. Яғни 25 көбейтілген 2. 25-тің түбірі 5, түбір астында 2. Міне өздерің көріп тұрғандай, біз екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы арқылы бұл үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын таптық. Енді периметрді табуға көшейік. Периметрді өздерің білесіңдер, бұл үшбұрыштың үш қабырғасын қосу керек. Сонда 2 түбір астында 2-ні қосамыз түбір астында 34-ке, қосамыз 5 түбір астында 2-ке. Мұнда ұқсас мүшелер 2 түбір астында 2 мен 5 түбір астында 2. Сонда периметр 7 түбір астында 2 қосылған түбір астында 34-ке тең. Бүгінгі сабақ бойынша қорытынды жасайтын болсақ, негізгі екі формуланы, яғни кез келген екі нүктенің ортасын табу формуласын және екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы жаттау керексіңдер. Кітаптың 119-шы бетте параграфтарды оқып, бұл формуланы жаттаймыз. Үйге тапсырма. Алдарыңда екі координаталық жазықтықта кесінділер көрсетілген. Бұл берілген кесінділердің ортасын және арақашықтықтарын табу керекпіз. Яғни МК кесіндісінің ортасын және СЕ кесіндісінің арақашықтығын табамыз. МК кесіндісінің ортасын табу үшін алдымен М және К нүктелерінің координата нүктелерін жазамыз. Содан кейін формуланы қолданып мәнін табамыз. СЕ кесіндісінің арақашықтығын табу үшін С және Е нүктелерінің координаттарын жазып, арақашықтықты табу формуласын қолданамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.